Саламатсыздар ма білім алушылар, назарыңызға органикалық химия пәнінен нөмір 15-ші дәріс гетероциклді қосылыстар. Жалпы гетероциклді қосылыстар бұл көміртек атомдарынан басқа элементтердің атомдары жаңа бар циклдарды бар қосылыстарды атауға болады. Гетероциклді жүйелер өте алуан түрлі болып келеді. Ең жақсы зерттелген және кең таралған қосылыстар ол жаңа оттегі, күкірт, азоттың циклді қосылыстары болып табылады. Оларға жаңа мысалға айтқанда перол, фуран, тиафен, перолин, перолидин, имидазол, оксазол, тиазол, перидин және перимидрин қосылыстарын айтуға болады. Циклдің пайда болуына көміртегімен бірге қатысатын элементтер гетероатомдар деп аталады. Олардың санына сәйкес моно, ди, үш және тағы басқа гетероатомды сақиналар болады. Гетероциклдерге циклде 3, 4, 5, 6 және одан да көп атомдар болуы мүмкін. Карбоциклді қосылыстарға ұқсас 5 және 6 мүшелі гетероциклдер ең төзімді мүмкін болатын болып табылады. Мүмкін болатын жаңа гетероциклді жүйелердің саны конденсацияланған ядролы гетероциклдің болуына байланысты, артып отырады. Органикалық қосылыстардың басқа түрлерінен бөлек химиялық және физикалық сипатта, ароматты сипаттағы болатын гетероциклді қосылыстар қасиеттері бойынша бензолға ұқсас болып келеді. Бұл гетероциклдер бензол сияқты қосылу реакцияларына қарағанда алмастыру реакцияларына бейім болып келеді. Олар жаңа бензолға тән электрофильді алмастыру реакциясына енеді, тотықсыздандырғыштар мен тотықтырғыштарға төзімді болып келеді. Химиялық сипатына бұл ерекшеліктер олардың сақиналарындағы жаңа электронды жаңа 6 мүшенің болуымен анықталады. Жұптасудың арқасында байланыстары тураланып, сақина тегіс болады. Гетероциклді қосылыстардың атауларын жүйелеу мақсатында осы қосылыстар туралы ақпаратты және анық жеткізуге мүмкіндік беретін жүйе жасалды. Моноциклді гетероциклдердің атаулары келесі ережелерге сәйкес тиісті префикс пен жұрнақты қосу арқылы жасалады. Цикл мөлшері тиісті түбірмен көрсетіледі. Екінші гетероатомның табиғаты сәйкесінше оттегі, күкірт, азот және үшін окса, тия немесе газ префикстарымен көрсетіледі. Бұл түрдегі гетероатомдардың саны қосымша префикстермен белгіленеді. Ди, үш және тағы басқа. Егер циклде әртүрлі гетероатомдар болса, онда олар келесі ретпен тізімделеді. Бірінші оттегі, күкірт, сосын барып азот. Үшінші жаңаға циклді нөмірлеу басқа гетероатомдар немесе алмастырғыштар мүмкін болатын ең аз сандарға ие болу үшін гетероатомдардан басталады. Көптеген гетероциклді қосылыстардың жүйелік номенклатурасы қолданатын тривиалды атаулары да бар. Оларға перолды, мысалы азол, имидазолды 1-2 диазол, перидинді азин деп те атауға болады. 5 мүшелі гетероциклдерде 2 және 5 позициялы бар позициялары жиі белгіленеді. Олар жаңа альфа және альфа жаңағы түрде бета белгілермен белгіленеді грек тілінің. 6 мүшелі гетероциклдерде 2 және 6 позициялармен белгіленеді. Олар жаңағы тоже альфа және бета циклдармен белгіленеді әрпімен. Конденсацияланған циклдері бар қосылыстар үшін әдетте арнайы атаулар қолданады. Оған кумарон, индол, хинолен деп атауға болады. Бірақ олардың молекулалары салынған циклдар бойынша да атауға болады. Олар үшін жаңаға гетероцикл атауының алдына гетероциклді емес ядроға жауап беретін бензо, нафто және тағы басқа префикстер қосу арқылы жүргізуге болады. Немесе индолды бензоперол, кумаронды бензофуран, акридинді дибензоперидин деп те атауға болады. Бір гетероатомы бар 5 мүшелі циклді қосылыстарға келетін болса, олар перол, фуран немесе тиафен құрылымы болып табылады. Олардың алу жолдарына келетін болсақ, өнеркәсіптік масштабта тиафенді жаңа N-бутанның күкіртпен жоғары температура реакциясы нәтижесінде алуға болады. Ал өнеркәсіптік перолды ацетиленнің жоғары қысымда құмырсқа алдегенімен немесе аммиакпен реакциясы арқылы алуға болады. Сонымен қатар фуран, перол, тиафеннің физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, бұлар суда ерімейтін түсіз сұйықтықтар,
олардың қайнау температурасы майлы қатардағы қосылыстардың сәйкес көміртек атомдарына қарағанда едәуір жоғары болып келеді. Спектрлік сипаттамалары бірқатар бензол қосылыстарының сипаттамаларына жақын. Екі немесе одан да көп гетеро атомы бар бес мүшелі гидроциклдар, оларға имидазол мен пиразол жатқызуға болады. Олар жаңағы ароматты қосылыстардың гидроциклды ядрода бір немесе одан да көп азот атомдары бар жалпы азолының атауы, жалпы атауы деп айтуға болады. Олардың екінші гетероатомның табиғаты бойынша ерекшеленеді. Оксазол, тиазол, имидазол, пиразол, триазол деп. Ол үш азот атомымен, тетразол жаңа төрт азот атомымен белгіленген болса. Әдетте азол тобының гетероциклді қосылыстары бір жағынан фуран, пирол немесе тиофен тобының қосылыстарына қарағанда төзімді болып келеді. Екінші жағынан бір гетероцикл туындыларына қарағанда реактивті емес болып келеді. Бұлардың алу жолдары гликсол, аммиак және формальдегидтен алады имидазолды, пиразолды диазометан арқылы ацетиленге әсер ету арқылы пиразолды алуға болады. 6 мүшелі циклді қосылыстарды келетін болсақ, құрылыс теориясына сәйкес осы 6 алмастырғыштардың бірдей немесе әртүрлі болуына байланысты 3 моно алмастырған және 6 немесе 12 алмастырылмаған өнім болуы керек. Монометилпиридиндер, пиколиндер, диметилпиридиндер, лутидиндер, триметилпиридиндер, коллидиндер деп аталады. Барлық ароматты гетероциклді қосылыстардың ішінде пиридин құрылымдық жағынан да, төзімділік жағынан да бензолға ең ұқсас болып қасиет көрсетеді. Пиридинді алудың табиғи көздері 1950 жылы көмір шайыры пиридинді жалғыз өнеркәсіптік әдіс көзі болып табылды. Дегенмен 0,1%-тен аз оның құрамында. Қазіргі уақытта пиридинді, оның туындыларын карбонил қосылыстары мен аммиактың конденсациясы арқылы алуға болады. Пиридиннің физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, суда еритін, түссіз, жағымсыз иісті сұйықтықтар. Бензол мен пиридиннің ультракүлгін спектрлері өте ұқсас болып келеді. Осы аталған дәрісімізде гетероцикл қосылыстарға жалпылама тоқталып өттік. Сонымен қатар ол бір мүшелі, 5 мүшелі гетероциклді қосылыстарға және оның құрамындағы орын алмастырғыш метил топтарына, азот топтарына, көміртегі, күкірт, азот қосылыстарының топтарына қысқаша тоқталып өттік. Және олардың номенклатурасына дәстүрлі қалай аталады және ЮПАК номенклатурасы бойынша қалай аталатынына қысқаша, сонымен қатар алу, синтездеу жолдарына, физикалық қасиеттеріне, химиялық реакциялық қасиеттеріне қысқаша тоқталып өттік. Назарыңызға рахмет.